Адамды жөн білетін дана деп біл, істерін жалқау жанның шала деп біл, құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Армысыздар ардақты ағайын, жасымызбен бірге біліміміз де арта берсін. Сіздермен бірге араб тілі сабағы және де мен Нәрбек Бағлан. Бүгінгі сабағымызда бастауыштар, араб тілін жаңадан үйренушілер көп қателесетін тақырыптардың бірін алып өтеміз. Сол себепті де мұқият болыңыздар. Олар жіктеу есімдіктердің жеке түрлерін алып өткен болатынбыз. Солардың қалғанын және де араб тілінде сөздердің үшке бөлінуі: муфрад, мусанна, жама. Араб тілінде кәлима, яғни сөз үшке бөлінеді: муфрад, мусанна, жама. Муфрад дегеніміз сөздің жекеше түрі, жама дегеніміз болатын болса сөздің көпше түрі. Сіздерге сөздерді муфрад және жама түрлерінде ұсынып отырмыз. Яғни жекеше және көпше түрлерінде. Мусаннаны біз сөздерге қосып бермеген себебіміз, кез келген сөзді біз мусанна жасау үшін бір формуланы қолданамыз. Мысалы, роджулун сөздің мусаннасы роджуляни, және де Мухаммад сөзінің мусаннасы Мухаммадани. Немесе Рахман сүресінің аяты: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва лиман хафа мақама раббихи джаннатан. Кімде-кім Аллах тағаланың құзырынан қорқатын болса, оған екі жәннат. Байқасаңыздар, формула кез келген есімдіктің соңына әлиф және нун әріптерін жалғай отырып, біз сөздердің екілік түрін шығарамыз. Алдыңғы сабақтарымызда жіктеу есімдіктерінің жекеше түрлерін алып өткен болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда соларды толықтай алып өтеміз. Алдымен жіктеу есімдіктерін, араб тілінде бар жіктеу есімдіктерін айтып өтейін. Ана, мен; нахну, біз; анта, сен, ер кісі; анти, сен, әйел кісі; антума, сендер, екі кісіге айтылады, ертегі және әйелтегіне тең қолданылады. Антума. Антум, сендер, ер кісілер; антунна, сендер, әйел кісілер. Араб тілінде антум, сендер дегеніміз араб тілінде көпше түрі үшеуден басталынады. Антум. Хуа, ол; хия, ол әйел кісі; хума, олар, екі кісі, әйел тегі және ертегіне тең қолданылады. Хум, олар, ер кісілер; хунна, олар, әйел кісілер. Ал енді кітап сөзін барлық жақта жіктеп шықсақ: китаби, менің кітабым; жалғау я. Китабуна, біздің кітабымыз; жалғау на. Китабука, сенің кітабың; жалғау ка. Китабуки, сен, әйел кісі; сенің кітабың; жалғау ки. Китабукума, сендер, екі кісінің; сендердің кітаптарың; ер және әйел тегінде қолданылады. Китабукума, жалғау кума. Китабукум, сендердің кітаптарың; жалғау кум. Китабукунна, сендер, әйел кісілер; сендердің кітаптарың; жалғау кунна. Китабуху, оның кітабы; жалғау ху. Китабуха, ол әйел тегіндегі кісінің кітабы; китабуха, жалғау ха. Китабухума, ол екі кісі; әйел тегі немесе ер кісінің кітаптары; китабухума, жалғау хума. Китабухум, олардың, ер кісілердің кітаптары; китабухум, жалғау хум. Китабухунна, олар, әйел кісілердің кітаптары; китабухунна, жалғау хунна. Сабағымыздың соңында «Ана саидун билиқаика» атты диалогымызды ұсынамыз. Оған бізге көмектесетін Мұрат ағамыз. Қабыл алыңыздар. Бағлан, айна анта я садиқи? Ана фи Астана. ماذا تعمل هناك؟ أعمل مترجما. وأنت ما وظيفتك الآن؟ أنا محاسب. حسنا، ما عنوانك هنا؟ شارع الفارابي في مدينة ألماطة. أنا سعيد بلقائك. مع السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
нун уәл қалами уә ма ястурун. Байқасаңыздар, ардақты ағайын, Құран кәрімде Аллах тағала қаламмен ат етіп отыр. Бұл дегеніміз жазудың маңыздылығын білдіреді. Әрбір видеоның астында сіздерге дайындаған жаттығуларымыз бар. Соларға маңызбен қарауларыңызды сұраймыз. Бүгінгі сабағымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі сабақта жүздескенше қош аман, сау болыңыздар.